Ассалаумағалейкум. Бұл біздің үлкен командамыз үшін үлкен құрмет және шабыт. Біздің еңбегіміз мінсіздік пен инновацияға деген ұмтылымсыз осындай жоғарғы деңгейге мойындағанға біз мақтан тұрамыз. Ризамыз және терең қанағаттанамыз. Бұл марапат бұл жеткізген жетістіктерді мойындау ғана емес, сонымен қатар алға ұмтылуға, тоқтап қалмауға және бұдан да биік мақсаттарды қоюға күшті ынталандыру болып табылады. Бұл тану жолында біз көптеген қуандықтарды жеңуге тура келді. Қатты бәсеке, экономикалық ауытқулар, дарынды мамандарды іздеу және ұстау және әрине үнемі өзгеріп, жаңарып, өзекті болып қалу қажеттілігі. Біздің не шабытындарымызды. Ең алдымен біздің команда оның төзімділігі мен кәсібилігі, сондай-ақ Қазақстандағы клиенттеріміз мен серіктестеріміз қолдау, бизнесіміздің сенім және елдің дамуы үлес қосуға деген ұмтылыс. Бізді Қазақстанда қатты сезілетін бірлік, дәстүрді құрметтеу және алға ұмтылу рухы шабыттандырды. Осындай жетістікке жету үшін менің командам және мен көп нәрсені құрбан етуге тура келді. Жеке уақыт, жайлылық, тұрақтылық, кейде тіпті армандайды, өйткені үлкен жетістіктердің артына ұйқысыз түндер мен қиын кешімдер жатыр. Біз шекке дейін жұмыс істеп, қателіктерімізбен сабақ алып, оңай дұрыс жолға тастадық. Бүгін біз бұл үшін жігері осылай бағалаймыз. Біз әрбір адамның еңбегі бағаланатын жағдай жасаймыз. Біз қызметкерлердің жалмудың инвестиция саламыз. Біз корпоратив сыйластық мәдениет сақтаймыз. Кішігірім жеңістерді де тойлауды ұмытпаңыздар. Өйткені олар ұзақ жолды басып кетеді. Бұл жай ғана жетістік емес, бұл біз мақтаған өтетін ортақ тарих. Мен бір нәрсе айтайын дедім, өз жолымен жүруінде және қателесуден қорықпа. Табыс бұл бірден нәтиже емес, қиындықтарын қуанумен және үнемізде өз бетіңізбен жұмыс істеуден еткен жол. Өз ісіңізге ешкім сенбесе де сеніңіз, өзіңізге де ұжымға да адал болыңыз. Күн сайын үйрен, ең бастары жағдай қиындаған кезде берілмеу. Өзіңіз қалаған жерге жету бүгінде шағын, бірақ табынды қадамдардан басталады. Отбасы мен ұжым менің басты тірегім. Қиын кездерде мойымау үшін отбасы маған қолдау, сенім және күш берді. Олардың шыдамдылығы мен түсіндіктігінің арқасында мақсатқа жұмыла алдық. Ал команда жеңістілерде жеңісте де бірге бірлескен адамдар. Олардың кәсіпқойлығы, алдағы және ортақ іске деген сенім табыстарымыздың негізі болды. Олардың бұл жұмыс мүмкін болмас емес, біздің ортақ жетежеміз. Егер бұл мен марапат арнай алсам, оны командама және отбасыма арнар едім. Ұжымға қиын кезде де қасында жүріп берілмей сенген үшін бізді жетістікке жетілген олардың жұмыс идеялары мен энергиясы болды. Менің отбасыма шыдамдылық, қолдау және сенім үшін жұмыс пен жеке уақытты таңдауға тура келген кезде қасында болғаным үшін. Сондай-ақ шабыттарынан және армандаудан қорықпайтын адамдарға өйткені бәрі арманнан басталады. Рахмет.